Кайырлы күн құрметті бизнес әріптестерім, кайырлы күн құрметті менің ютубтағы оқырмандарым. Мен сіздермен әдеттегідей жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Егер сіздерде барлығы жақсы болатын болса, мен әдеттегідей видео түсірілім жалғастырамын. Менің бүгінгі видео түсірілім өзімнің тарихыма арналады. Мен ДЦП ауруын қалай жеңдім және ол үшін не істеу керек деген сұрақтарға біз жауап іздейтін боламыз. Егер менің видеом ұнап көңілдеріңізден шығатын болса, әдеттегідей тіркеліп өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен бүгін өз тарихыммен бөлісемін. Кеттік достар. Мен 1990 жылы өмірге келдім. Қазалы ауданында. Ең бірінші туғанымнан бастап маған ДЦП деген диагноз қойылды. Мына екі қол кеудеге жабысып қалған күйі, аяқ кәдімгі қазақтағы 8 сан секілді өрілген күйі, 9 грамм 23 сантиметр болып өмір есігін аштым. Қазақта айтады ғой, ауырып ем іздегенше дейді, ауырмайтын жол ізде дейді. Сол мақсатта, сол аурудан жазылу мақсатында анам мені біраз жерлерге барып емдетті. Қай жерде мықты врач, қай жерде мықты профессорлар, сол жерде мен анамменен бірге болдым. Ойымдағыдай өкінішке орай нәтижемді ала алмадым. Барлық жерлерге барып емделдім. Алматы қаласындағы ДЦП балаларға арналған оңалту орталығына да барып емделдім. Ол жақтан да мен өзім ойымдағыдай нәтижені ала алмадым. Мен өзімнің өмірім үшін қорқа бастадым. Мен осылай қалып кетем ба, мен жүре алмай төсекте осы жатқан күйінде қалып кетем ба деген менде қорқыныштар өте көп болды. Шынжылап тұрып мүмкіндік сұрағанымды көрдім. Аллах тағалам бердім деп берсін Аллам. Басыма бармақтай ғана бақ берді, басыма бақыт құсын қондырды. Ол бақыт құсының аты әрине Тенчи корпорациясы. Мен Тенчи корпорациясына менің анам менің 14 жасымда кезігіп осы керемет өнімдерді менің денсаулығыма алып бере бастады. Мен ударный дозаменен осы өнімдерді қабылдай бастадым. Ол өнімдер детский кальций, мозговой кальций, цинк, омега-3 өнімдері ударный дозаменен қабылдай бастадым. Ең бірінші алған менің нәтижем 3 ай дегенде мына кеудеге жабысып қалған қол төмен қарай түсіп, қолыма күшкі және қасық ұстау бақытына ие болдым. 6 ай дегенде аяғыма жан кіре бастады. 1 жыл дегенде мен төсектен тұрдым. Төсектен тұрып мен одан кейін коляскеге отырдым. Коляскеде мен 7 ай отырдым. 7 айдан кейін мен кәдімгі 1 жастағы бала қалай жүрсе, мен де дәл солай жүру мүмкіндігіне ие болдым. Қазіргі таңда мен 3 жыл үзбей ішу нәтижесінде төсектен тұрып, коляскеге отырып, коляскеден жүру мүмкіндігіне ие болды. Мен ДЦП деген ауруды Тяньши өнімдерінің арқасында, әрине бірінші Алла, екінші Тяньши өнімдерінің арқасында мен жеңіп, өте керемет нәтижеге ие болдым. Маған осындай керемет мүмкіндікті берген анама және осы керемет өнімдермен таныстырған менің тәлімгерім Көктілеуов Талғат Өтетілеуұлына мен ерекше алғысымды осы екі кісінің алдында білдіремін. Осы екі кісінің берген мүмкіндігінің арқасында менің өмірім 1000%-ке жақсы жаққа қарай өзгерді. Мен қазіргі таңда жалғыз ДЦП ауруын ғана жеңіп қана қоймай, мен осы компанияның керемет бизнесімен айналысып жатырмын. Қазір менің жасым 32-де, компанияның пенсиясына шықтым, өте керемет жоғары жетістігіне жеттім. 8 жұлдызды күміс арыстан қазіргі дәрежесіндемін. Құрметті менің оқырманым, егер сіздің балаңыз ДЦП-мен ауыратын болса, егер сіз осындай табыс тауып өміріңізді өзгерткіңіз келсе, онда менің каналыма жазылып, өз пікіріңізді қалдырып, осы видеомды көруді ұмытпаңыз. Сіздің де қолыңыздан келеді. Егер 14 жыл бойы төсекте жатқан Асия ДЦП ауруын жеңіп, осындай керемет бизнес жасап, көптеген адамдарға денсаулық сыйласа, ол әлбетте сіздің де қолыңыздан келетініне мен кәміл сенемін. Құрметті менің оқырманым, мен сөзімнің соңын Аманжол Рысмендиев ағамның өзіңді оят деген мотивационный жырменен аяқтағым келеді.
қаулаңыздар. Өзіңді оят, жүре бермей түңіліп, күдіктеніп, қорқып ылғи кідіріп, тұтансын сенде жалын беретін жүрекке, ұмтылдыратын ұларман және бір үміт. Өзіңді оят, дабылың қақсын арманың, күтуде талай жетістіктерің алдамың, шабыттанғайсың жарқын болашақ жайында, уайым қайғының астында сөніп қалмағын. Өзіңді оят, адам екеніңді еске алып, білімнің жолын, ілімнің жолын түске алып, өмір дегенің өткенің емес қалғаны, жүрген жоқсың сен жақсылықтардан кеш қалып. Өзіңді оят, күшіңді сезін жасындай, талантың таудай, тек қана жатыр ашылмай, үлкен ойыңмен, үлкен жобалар бастарсың, ұмтылсаң досым, ұялшақтыққа бас ұрмай. Өзіңді оят, жүгенін жібер жүректің, демегін маған орынсыз жерде киліктің, қиындықтарға сынақ деп қарап атпайтын, мен дағы қалқам күресіп жүріп шынықтым. Өзіңді оят, өтірік ойлармен түс көрмей, қиялдап жүріп қалмасынсың істелмей, әрекеттенгін, әрекет өмір өзегі, білмедім деме аспаннан жаңа түскендей. Өзіңді оят, өмірің өтіп кетпесін, орала қоймас уақыт дегенің өткесін, армандарыңды жүзеге асыр жігермен, көңіліңдегі көгілдір раушан көктесін. Құрметті менің жаңа досым, құрметті менің оқырмандарым, мен сіздердің баршаларыңызды жақсы көремін. Менің келесі видеоларымда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.